Баршаңызға сәлем, сіздермен Алмас Айтынов. Осы видеода пилон колонналардың вертикальнысын қалай тексереміз, және де олардың исполнительный схемасын қалай жасаймыз, сол туралы болады. Алдарыңызда көріп тұрған мысал, дайын исполнительный схема. Мына жерде вертикальностьтер көрсетілген проектпен салыстырғанда, және де зарамочный оформлениясы. Осының басынан бастап қалай істейтінін көрсететін боламын. Ең бірінші қадам біздер жаңа чертеж ашып аламыз. Өзіміздің шаблон дайын чертежімізді. Ол туралы мен алдыңғы видеоларында айтқан болатынмын. Артық ойыстарымды кетіріп тастаймын. Келесі проектімді ашамын. Проектті ашқаннан кейін модельге өтіп, өзімнің чертежімді толықтай көшіріп аламын. Толықтай көшіргенде көбінесе осьтардың қиылысының базовой точкаға алған жөн. Копировать с базовой точкой. А ось мен бір осінің қиылысы. Точканы көрсеттім. Келесі өзім чертежімді сол жерге қоямын. Ставить как блок. Жаңа А осі мен бірдің қиылысын тауып, сол жерге қоямын. Қойғаннан кейін бұл чертеж менде миллиметрмен сызылғаннан кейін үлкен болып түседі, оны масштабировать етемін. Редактирование, масштаб. Сол жерде жаңағы базовый точкамды көрсетіп, осы жерде 0,01 коэффициентін жазамын. Так, чертежім дұрыс түспей қалыпты, жылжытам осьқа қарай. Осьтің қиылысына қарай. Проектный чертежім түсті, осьтарды бір қарап жіберемін. Бәрі бірінің үстіне бірі түссе, астындағы подложканы қалдырамын да, үстіндегі проекттегі осьтарды өшіретін боламын. Мына жерде бізде размерларды керек емес, сол үшін бұл чертежді взорвать етеміз. Взорвать еткенде мына жерде размерларым менің үлкен болып кетті. Қандай да бір размерларды таңдап алып, выбрать подобный деймін, өшіріп тастаймын. Мына жерде жазуларды да қалдырса, или алып тастаса да болады. Мен алып тастайын, керек емес. И мына разрездардың да знактарын алып тастаса болады. Сол тағы да мына жерде осьтар қалып қойды. Осьтар отрезок болып тұр, және де мынау осьтың атауын тағы да өшіріп тастаймын. Mtext и мына жерде круг бар. Выбрать подобный мен алып өшіріп тастаймын. Менің чертежім дайын. Келесі тахеометрмен жасалған съемкамды ашып, осы чертежға салатын боламын. Енді мынандай тахеометрмен жасалған съемка бар. Пилондардың әрбір қыры түсірілген, асты мен үсті. Енді мына жерде блоктарымды бәрін таңдап аламын да. Точкалар менде блок ретінде түскен. DXF файл. Оның бәрін выбрать подобный мен таңдап алып, копировать с базовой точкой деймін. Базовой точка 0,0. Сол мына жерде өзім чертежіме саламын. Ставить 0,0. Мен точкаларым түсті бұл жерге. Мына точкалардың свойствосын қарайтын болсақ, бұл бізде вхождение блока. Блок ретінде түсіп тұр. Блок ретінде түскен точканың вертикальность саналмайды, сол үшін
блоктарды точкаға айналдырам. Андай да бір жерге точка салып аламын да, сырт жағына қарай. Менюге оға өтіп, бірінші вкладка геодезияның ішінде замена деген бар. Замена объекта другим. Осы инструментпен қолданам. Ол үшін точкам мен блоктарымды жеке таңдап аламын да, выбрать подобные. Және тағы да изолировать объекты. Осылай жеке қалдырып алам. Және геодезияның ішіне кіріп, замена объекта другим таңдаймын да, ең бірінші жаңағы сыртқа салып алған точкамды таңдаймын. Келесі блоктарымды таңдаймын. Окей. Иә. Да. Мен блоктарым точкаға айналды. Сырттағы точканы өшірем. Изолировать, завершить изоляцию деймін. Енді мен точкаларым бәрі точка ретінде түсті автокадта. Келесі енді вертикальностьтарды санай берсек болады. Ол үшін менюге оның ішінде оформление исполнительных схем, соның ішінде отклонение, оның ішінде отрисовка векторов и значений отклонений деген бар. Осыған кіреміз. Осы жерде мына бірінші жазылып тұрғанға галочка қоямыз. Одан кейін выбирать точку между парами дегенге тоже галочка қоямыз. И окей. Сосын біздер таңдап бастаймыз. Мына жерде бірінші проектный линия, немесе мына пилонның қырын таңдаймыз, астыңғы. Осы таңдағаннан кейін жаңағы екі точкамыз таңдаймыз. Точкамыз екеу болу керек, асты мен үсті түсірілген әртүрлі отметкада. Міне осылай шығара береміз. Мына бір қара шықты, енді екінші қараныкін табу үшін Escape бір басам. Одан кейін екінші қарын таңдаймын. Сосын мына точкаларды таңдаймын. И былай қоямын. Escape. Escape шығып кетті бұл жерде. Кейде осындай ошибкалар шығып отырады. Қайтып таңдаймын мына жерде. Окей. Окей. Линияны таңдаймын. Екі точканы таңдаймын. Қоятын жерін таңдаймын. Келесі пробел басам. Бір пробел, бір escape. Одан кейін барып, келесі линияны таңдаймын. Точканы таңдаймын. И қоятын жерін таңдаймын. Пробел, escape. Линия. Линия, точка, қоятын жер. Пробел, escape, линия. Мына жерде 3 точкам түсіп кеткен екен. Артық точкаларды алып тастау керек бұл жерден. Содан кейін барып таңдау керек. Екі точкадан қалдырған дұрыс. Пробел, escape. Осылай бүкіл линиялардың бәрін, бүкіл пилондардың бәрін айналдырып сызып шығамыз. Осылай салып болғанда, сонда біздің вертикальностьтің значениялары бәрі дайын болды. Мына жерде атап айтатын болсақ, N деген низ, V деген верх. Проектпен салыстырғандағы асты 15 мм сыртқа шығып тұр. Жоғарғы жағы проектпен салыстырғанда 17 мм сыртқа шығып тұр деген сөз. Чертежіміз модельді дайындап болғаннан кейін, бұны видовой экранға салуымыз керек. Вкладка видқа өтеміз де, новый вид. Бір деп қойсақ болады, текущее окно. Мына жерде рамкамен таңдап аламыз. Окей. Болды, окей. Келесі менің листіме өтемде. Осы жерге лист деген вкладкаға өтіп, жаңағы листімді саламын.
видовой экраны. Мына жерде 1 деген бар. Жаңағы листтің атауы. Осы жерге қоя саламын. Болды. Мына жерде қалған зарамочный оформленияларын жазамыз. Исполнительная схема, қай этаж, қандай отметкада, қай геодезист орындады. Сонымен болды. Осымен бітеді.